Сәлем баршаңызға. Бүгін бананнан дәмді болып шығатын балмұздақ жасайтын боламыз. Ең алдымен осы екі бананымызды жуып тазалап аламыз. Кейін осылай турап алатын боламыз. Тәрелкемізге пищевой күйеңкімізді төсеп, осылай банандарымызды орналастыратын боламыз. Болғаннан кейін бетін пищевой күйеңкімен жауып, морозилькеге салып қоятын боламыз. Қатуы тиіс. Неге морозиліктен шығардық? Кемінде 1 сағат тұрды. Неге кішкене қатты. Енді осыны блендерге саламыз. Оның үстіне 100 граммдық сливкемізді құямыз. 1 қасық қантымызды да саламыз. Кейін жақсылап езіп аламыз. Неге жақсылап блендерлеп алдық. Бізде осындай қою масса шықты және біздің балмұздағымыз дайын болды. Неге осылай қатырмай жесеңіз де болады, немесе анарас ұятысқа салып қатырып алсаңыз да болады. Міне менде осындай чупа-чупстың таяқшасы болғандықтан, осы таяқшаны пайдаландым. Балмұздағымызды морозилькеге салып шығардық. Неге дайын болды. Өте дәмді әрі оңай. Сіздермен болған сымбат.